Саламатсыздар. Здравствуйте. Сөйлет ТВ бағдарламасында бізбен бірге қазақ тілін үйренемін деген барша жандарға қош келдіңіздер деймін. Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың данықты жауынгері, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлы атамыз тіл тазалығы үшін күрес ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес деген екен. Борьба за чистоту языка – это вечная борьба, которая никогда не заканчивается. Үстеу. Қимыл іс-әрекеттің әртүрлі белгілерін білдіретін сөз табы. Үстеу – наречие. Это часть речи, которая обозначает различные признаки действия. Время, место, цель и образ действия. Отвечает на вопросы какой, когда, сколько, где, откуда. Үстеу не изменяются, то есть не присоединяет, окончания множественного числа не спрягаются, не присоединяют окончаний, не склоняются. Мысалы, ерте, рано, кеш, поздно, қазір, сейчас, бұрын, давно, тез, жылдам, быстро, ақырын, медленно, әдейі, намеренно, специально, алға, вперед, артқа, назад, жоғары, вверх, төмен, вниз, тура, прямо, әрқашан, всегда, кейде, иногда, сирек, редко, жиі, часто, баяғыда, давно, жуырда, недавно, тағы, еще, ендігі, уже, кешірек, позднее, әдетте, обычно, сосын, потом, ұзақ, долго, қысқа, коротко, босқа, зря, астында, под, үстінде, над, на, жанында, около, рядом, жақта, на стороне, алдында, впереди, артында, сзади, жағынан, со стороны, осында, здесь, анда, там, сыртында, снаружи, ішінде, внутри, бұрышта, в углу, қарсыда, напротив, алыс, далеко, өте алыс, очень далеко, жақын, близко, өте жақын, очень близко. Тыңдаңыздар, қайталаңыздар. Слушайте, повторяйте. Мен ерте ояндым. Я проснулся рано. Кеше кеш жаттым. Вчера лег поздно. Қазір аялдамаға келе жатырмын. Сейчас иду на остановку. Досым жылдам жүреді. Мой друг ходит быстро. Кездесуге әдейі келдім. Навстречу пришел специально. Алға қарай жүріңіз. Идите вперед. Жоғары қарашы. Посмотри вверх. Төмен түс. Спускайся вниз. Көшемен тура жүресіз. Пойдете прямо по улице. Кейде кездесемін. Иногда встречаюсь. Сирек сөйлесемін. Редко разговариваю. Біз ұзақ сөйлестік. Мы долго разговаривали. Дүкен жуырда ашылды. Магазин недавно открылся. Әуезов көшесінің бұрышында. На углу улицы Ауэзова. Сіздің үй өте жақын. Ваш дом очень близок. Ғимараттың ішінде жарық. Внутри здания светло. Туынды үстеулер, производные наречия, называются наречия, которые образуются из других частей речи путем присоединения аффиксов. Орысша сөйлеу, говорить по-русски. Өзбекше ән айтты, спел на узбекском. Балаша күлді, смеялся, как ребенок. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.